Құдай, сен маған мәңгі жарық, мәңгі жан бергесін, мәңгі жарық 95%-ға Құдай, ұлы қасиетті бірлік, жалғыз домалақ ғалам. 5% ішінде, 5% сыртында, домалақ ғаламда, бітпеушілікте, жақын бітпеушілікте, 5% осы іште. Бұлттысың 15%-ға, бір сөзбен айтқанда сен Құдайсың, бұл сенің саның. Сонда ішінде де, сыртында да, біздің үстімізде де, осы ауаның ішінде де, өз ауаның ішінде, домалақ ғаламның ішінде 15%-ға бұлтты қоқсық істейсің, тамақтанасың. Қоқсық істеп, жұмыс істеп, солай тамақтанасың. Әкешім, анашым, мен білем, сендерде маған сұрақ жоқ. Әкешім маған мәңгі ми берген, білім. Анашым маған мәңгі сезім, жүрек, махаббат берген. Мен сендерге сенем. Қалай бұл солай? Қалай мен өз денеме сенбеймін? Енді мына Құдай бірлік ол. Бұлай да, білесіңдер. Оған бәрі бір. 100% уақыт, күнде, түнде сол. 95%-ға сай. 15%-мен соғып тамақтанады. Қошқарсың ба, Құдай, қойсын ба, кімсің біле, бәрі бір оған. Міне тілді тартып тұр. Бұлай да. Мынау мал аслан, сендердің ұлдарың. Менен 1,5 жас үлкен. Бірденке дейді, сен менікін алып алдың, Құдайды мына саусағымен жүрді. Сон Құдай арқылы маған Атабек Құдай зан деп осындай кішкентай тоқтыны жіберді. Өз ойын, Құдайға сенімділігін және өз көзқарасын ойын. Құдай зан Атабек деп. Сон атама нұл бала деп, шындық деп, анау жеңіс жіберді. Тышқан сияқты. Мынау бұлай көрсетіп енді, анау бұлай тышқан сияқты. Екеуі мені білмеймін неме істейін деп жүр, сындырайын деп жүр. Сондай малдар Құдайдың көмегімен. Енді Құдай неме жаратады, Құдайдығын көрсетеді әр кезде. Құдай аспан домалақ ғалам. Байқаңдар. Мен үшін сендер ауырып, қуып кеттіңдер. Мынау 15%-ына қуалып жүр, аспан домалақ ғалам. Білмей, мен жай өзінше адам баласымын. Әке-шешем бар, Құдайым бар. Аумин.